Қазақтың ұлан ғайыр даласына көз салсан, бір мін жоқ. Өз заңы бекіткен конституциясы бар. Десе де құқығы жиі тапталатын, кіріс сирек естілетін әйелдер өте көп. Ішкі істер министрлігінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстанда әрбір үшінші әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болады. Ал біз медиа маманымыз деп жарғақ құлағымыз жастық тимей жүгіріп жүрсе де, әйел тақырыбын қаншалықты жиі әрі дұрыс көтеріп жүрміз. Қазақстандық медианың бет бейнесіне экспедиция жасау үшін біз Астанаға жол тарттық. Әйел, ана, жар, нәзіктіктің символы деген сөз бала кезден санамызға сіңіп, көзқарасымыздың темірқазығына айналған. Десе де бұл шеңберден тыс. Кәсіби тұрғыда өзін тапқан әйел бейнесі медиа кеңістікте тасада қалып жатады. Бірақ әйел ғылымда да, саясатта да, бизнесте де, һәм өнерде де бар. Еліміздегі ең ірі медиа құрылым Қазақстан ұлттық арнасының әйел әлемі жобасы қазақ әйелінің сан қырын ашады. Медиадағы әйел бейнесімен танысу үшін бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Омарды арнайы іздеп бардық. 2021 жылы мен барлық жерде айтып жүрмін. Бейсен Құранбек марқұм бәріміздің журналистикадағы ұстазымыз ғой. Сол кісінің қайтқанына 1 жыл толуына орай жақсы фильм әзірледі ұлттық арна. Сол кезде ол фильмді жасау маған жүктелді. Үлкен бір миссия болды, оны дұрыстап абыроймен алып шығу деген. Сол кезде ағамыздың туған жеріне бардық, Талдықорған қаласына. Сол кезде Бейсен ағамыздың жары Гүлмира деген кісі, Гүлмира апайды көріп, мен өте қатты таңғалдым. Біліміне, мінезіне, сабырлығына тәнті болдым сол кісінің. Міне нағыз әйел, міне нағыз сондай азаматтың артында тұрған арқа сүйер, шын мәнінде мықты адам осы екен ғой деп ойладым да. Сол кезде неге осындай әйелдер бізде көрінбей қалып жатыр? Бірнеше тіл біледі, өте мықты, бір нақты есімде жоқ. Бір салада ғылыми жұмыстары да бар. Жан-жақты білімді, көркем мінезі қандай, ешқашан мен деп алдыға жүгірмейді. Ол кісі енді қатты араласпасам да, бірақ әлі күнге дейін сол кісінің сондай керемет мінезіне, болмысына тәнті болдым. Сол кезде ойлай бастадым, неге осындай көп мықты қазақтың қыздары сырт қалып жатыр, шеткер қалып жатыр. Неге біз оларды жарқыратып көрсетпейміз? Біз көрсетсек көбінде кімді көрсетеміз жаңағы? Ақын, жазушы, немесе артистер деп соңғы кездері ғылым саласында осындай көрінбей жүрген қанша батыр қыздарымыз бар. Солар неге көрсетпеске деген ой туды. Одан кейін Ләззат Мұратқызы таныспай, ол кісімен сұхбат барысында осы Бейсен ағаға байланысты сұхбат берді. Сол кезде өз бас қолмен сұрады, Айнұр, қандай да бір жобаларың болса ұсынып жүр деп. Сол кезде бірден жаңағы мәселені айттым. Айнұр ханым, енді әйел әлемі жобасындағы есте қалған ерекше кейіпкеріңізді білсек, әрине әр кейіпкер қымбат екенін, ыстық екенін білеміз. Десе де бір бөлісе алатын кейіпкеріңізді айтсаңыз. Енді үлкен кісілерден айтатын болсақ, Күнсұлу апайлар, жаңағы Алтыншаш Жағанова, өте бір сондай болмысы керемет әйелдер. Ешқандай пендеуи, ұсақ-түйек тірлікке араласпайды, айтатынын айтады, сұхбаттарының өзін тыңдай бергің келеді. Ана кісілер сөйлей берсе екен деп тыңдайсың, бір шөлін қанбай тыңдайсың. Ондай терең білімді адамдар әрқашан бағдарламаның көркін ашты. Айгүл Исмақова апайдың білімі қандай, сұхбат алып отырып, жылап отырасың, айтып отырған кезде. Ол кісілердің үндемей жасайтын қайырымдылықтары қандай, жаңағы қоғам алдында, мемлекет алдында басқаша дүниелер жасап жүрсе өз саласы бойынша, бірақ ешкімге айтпай, жаңағы мысалы Айгүл Исмақованы айтайын, Ахмет Байтұрсыновтан қалған немере қыз бар, сол кісіге әлі күнге дейін көмектесіп тұрады. Менің көзімше, мен айттым, мына кісіге бір тілес алып берейінші деп, жоқ, сен қонағымсың ғой деп, көз алдында ана кісіні аппаратта үлкен бір әдемі бір киім сатып берді. Үлкен апа ғой, енді етігі тозып тұр екен деп. Енді оның бәрін бағдарламада айтпай ақ қой, ешкімге айтпа дейді. Сөйтіп үнсіз ғана жақсылық жасайтындар, үнсіз ғана қайырымдылық жасап жүрген әр кейіпкер өте мықты. Ешқайсысын бөліп жарып айта алмаймын. Жастардың толқынына мысалы Айжан Аймағанова қандай, мен Айжаннан қорқып жүрсем, Айжан менен қорқып жүр дегенде өте бір сесті болды ғой жаңағы. Мен ол кісіні 1 жыл бұрын сол жаңағы аты шулы іс болып жатқан кезде
елімізге бүкіл әлемге танылып кеткен, өкінішке орай. Сол кезде жаңағы бұрымын былай бір жағына салып тұрып тақылдап сөйлегенде, ой, мынау қайдан шыққан, керемет қыз деп таң қалдым да. Содан кейін біраз зерттеп шықтым, қай жердің тумасы екен, бұл қайдан шықты деп. Содан фейсбукқа жаздым, мынау қандай керемет мықты маман, қандай әдемі қыз деп. Содан кейін тура бір жылдан кейін бағдарлама эфирге шықты. Қызық, иә, сондай. Енді ата анасы қандай Айжан енді орыс тілді болды, сол орыс тілдігіне қатты қысылды. Мен қазір қалай сөйлейін деп қатты дайындалды. Сонда да камера қосылғанда қысылады ғой. Суфлерді ұстап тұрдық, сөзіңізді мынаған теріп айтыңыз, мен ұстап тұрам деп. Бірақ ол да енді оқылған нәрсе білініп қалады ғой. Одан кейін жарайды, тағы бір қулыққа басамыз ондай кезде. Микрофон шешіп тастаймыз да, шешіп тастатпай микрофонға жазылмайды ештеңе, жай айта беріңіз. Бұл әшейін жаңағы подсъемка дейміз ғой өзіміздің тілімізде. Жай түсіріліп, сыртыңыздан түсіріп аламыз дейміз. Сол кезде кейіпкер ашыла бастайды. Жаңағы сол кезде әдемі бір сұхбаттар, сөздерін айтты қазақша. Мен қыздарымның шашын өрем деп тұрып, әдемі қазақшалары кетеді сол кезде. Сондай мысалы Тамара Асар қандай қарап тұрып, жаңағы өзі кейін көп журналистер айтты, қандай әдемі теңеу, қорғасындай ауыр, қауырсындай жеңіл деп. Сөзі қорғасындай ауыр. Енді өте әдемі сөйлейді ол кісі. Өзінің енді қарасаң болмысына бір жұмсақ, жеп жеңіл, сондай ешкімге көрсетпеген үйіне біз бірінші барып түсірдік. Терезесі теңізге қараған әлем елдері ішінде Швецияның гендерлік теңдікке бағытталған медиа саясаты ұлттық арнаға үлгі боларлық. Неге дейсіз ғой? Бұл елдің медиа агенттіктері әрбір бағдарламада сөйлеуші қонақтардың кем дегенде 50% әйел болуын талап ететін арнайы ішкі саясат ұстанады. Ал Францияда журналистикадағы әйелдер үлесі 50%. Норвегияда жарнамада гендерлік рөлдердің бұрмалануы заңмен жазаланады. Руанданың теледидарынан әйел жүргізушілерді көп көресіз. Ал Қазақстан арнасында гендерлік теңдікті 6 айда 6 рет сөз еткен Ашық алаң бағдарламасының біз байқай бермейтін тұсын халықаралық құқық қорғаушы Әйгерім Құсайынқызы сөз етті. Арнадағы прайм таймда тікелей эфирге шығатын бағдарлама. Яғни маңыздылығы тұрғысынан, оның аудиториясы, ауқымдылығы тұрғысынан өте маңызды. Бірақ та есімізге түсірейік, неше жыл бойы Ашық алаңда тек еркектер жүргізген. Назима Багазиеваның қосылғанына 1 жыл болды, есімде былтыр наурыз айында қосылған болатын. Яғни бұл бағдарламаны 5 жылдан артық көлемде тек еркектің жүргізуінің өзі бұл бағдарламаның гендерлік сезімталдығын болмағанын білдіреді. Бірақ та Назым Жанғазиева қосылғаннан кейін 5 күндік бағдарламаның аптасына 1 мәрте Назым ханым шығады. Бірақ қалған 4 мәртеде Ерғанат мырза шыққан кезде байқасаңыздар, қонақтар 80-90% ер азаматтар. Және олар кейде әйел теңдігі, әйел мәселесі деген сияқты өздеріне қатысы жоқ ақпаратты талдаған кезде біз олардан male gaze еркектік көзқарас, қалай 4 еркек бірігіп алып Қазақстандағы әйелдер мәселесін. Біз осыдан бастауымыз керек және талап етуіміз керек. Егер ол прайм таймдағы қоғамдық саяси мәселелерді көтеретін маңызды бағдарлама болса, кемінде 50%-ын Назым жүргізу керек. Қонақтардың кемінде 50% әйелдер болу керек. Яғни біз осындай теңдікті талап еткен кезде ұялудың, қорқудың, әйелдер бізді басқарып кетеді деген жалған, шындыққа жанаспайтын ақпараттармен бірге күресуіміз керек. Медиадағы әйел бейнесі дегенде алдыңызға кім елестейді? Экранды ғана емес, журналистиканы әртіс пен әншілер жаулап алып жатқан біздің медиада өндірістегі, ауылдағы әйел бейнесін әйел әлемі экранға алып келді. Таңмен таласа оянатын ауыл әкімі әйел дегенде таң қалдық. Ханым, енді бағдарлама кейіпкерлерінің мен көрген шағымдарда басым бөлігі өз саласында жетістікке жеткен кәсіби мамандар болды. Ал сіздер ауылдық жердегі, өндірістегі әйелдердің бейнесін ашуға тырыстыңыздар ма? Әрине тырыстық. Біз енді өндірістік болғанда нені түсірдік? Бір әкім кісіні түсірдік. Рафиға Тажидинова деген 60-қа жақындап қалған кісі. Атырау облысында бір ауданда, ауданның демес, ауыл әкімі. Ауыл әкімі үлкен кісі. Таңғы 5-те тұрады да жүгіреді. Таңғы 5-тен тұрдық. Жүгірейін десек, ана кісінің жылдамдығына ілесе алмаймыз. Бір жағынан ол кісі жай жүгірген бір себеп қой, екінші себеп ауылды тексеріп шығады, ауыл аман ба деп. Тұра сап бірінші дәрігерлерге звондаймын дейді. Одан кейін полицияға звондаймын, ауыл аман ба, ешқандай не болып қалған жоқ па деп. Одан кейін енді өзі ауыл болғаннан кейін біледі ғой, қай жерде кім ауырып жатыр, кімнің денсаулығы сыр беріп жүр деп. Сол жерде барлығы үйді бүйтіп сыртынан қарап шығады, тыныш па екен деп. Сондай мықты әйел, өзі 60-қа жақындаса да ағылшын тілін отырып сабақ қарап ағылшын тілін үйренеді, кәдімгі дәптері бар. Одан кейін Нива деген қызметтік көлігі бар. Сол көлігін 60-қа жақындағанда үйреніп алған.
автомат жүргізу бір бөлек, механикалық не бөлек қой, көлік жүргізу. Сөйтіп сол көлікті жүргізуді үйреніп алған. Сонда аудан орталығына кетіп бара жатсам, қалаға ана жүргізуші шопыр тастап кетемін, аға одан да өзім отырайын, одан да бір адамды ала кетейін тегін болса да, әйтеуір қалаға жетіп қалсын деп. Гендерлік теңдік деген әйелдің еркекке ұқсау емес, өз құндылығын жоғалтпауы дейді Ұлыбританияның тұңғыш әйел премьер-министрі Маргарет Тэтчер. Әйел теңдігі қай заманда да күн тәртібінен түспеген. Мәселен, дәстүрдің құрбанына айналған Дулатовтың бақытсыз жамалы, етімді шал сипаған құрт жесін деген Абай өлеңін еске салатын Торайғыровтың қамар сұлуы, жетім қыз Әуесовтың Қаршадай ғазизасы, тағдырының құрбаны болған Мұртазаның Ай мен Айшасы, Аймауытовтың бейкүнә ақ білегі, Мүсіреповтің ер жүрек ұлпаны, бәрі қазақ әйелінің сан қырлы бейнесі. Әйел образы бүгінгі медиада аяушылық тудыратын образдарға емес, кәсіби қабілетімен көбірек көрінсе, әйел теңдігіне тағы бір мәрте жақындаймыз. Әйел басқарған жерде жемқорлық аз болады дегенде бір статистиканы оқыдым. Өйткені қорқақ болмайды әйел. Құдай сақтасын, бірақ ұрлаймыз, кез келген жерден ебін тауып ұрлай алады. Бірақ әйелдің артында тағы да несі, баласы бар. Ертең мен бірдеңе болып кетсем, мына бала кімге қалады деген нәрсе тұрады. Еркекке ол оңай, мен ертең әлдеқандай бір күн туса, әйелім бар, асырайды дейді болды. Ал әйел өзін бір сәтке қояды, мен жоқ болып қалсам, қазір мына баланы кімге қалдырам деген. Сондықтан бала деген әйел үшін үлкен бір жауапкершілік, мотивация алға сүйрейтін. Сондықтан әйел отырған жерде не болады? Бірінші тәртіп болады, жинақылық болады, жемқорлық болмайды енді. Өлуде біреулер бар шығар енді, Құдай сақтасын, ондай. Мен кейіпкерлерім бәрі ондай емес. Кейіпкерлерім өте таза жұмыстарына берілген. Әйел тазалықты бағалайды. Ол жаңа қарапайым еңбек адамын бағалайды. Өйткені өзі де әйел ғой, өзі де үйінде еден жуады, өзі де үйінде ыдысын жуады, өзі де үйін сыпырады деген сияқты. Сол кезде мына жерде міне ұлттық архивте жұмыс істейтін Сағила Есімсейітқызы Нұрланова деген апай, сол кезде жаңа қатты риза болып жылап нелер айтады, жаңа еден жуатын апайлар, тазалықшылар айтады, бізге өмірімізде бірінші рет мынандай бір жапырақ қағаздан болсын мақтау қағазын берді деп, осы жұмысымыз үшін деп. Өйткені ол әйел біреудің еңбегін бағалай алады. Өйткені өзі істейді ғой оның бәрін. Еркекке бәрібір таза ма, кір ме кетеді. Ал әйел оның бәрін көреді. Кірген кезде бір жақсы хош иіс шығып тұрғанын қалайды. Өйткені әдемілік жақсы көреміз, жайлылықты жақсы көреміз. Сондықтан әйел отырған жерде бір сондай бір әдемі атмосфера болады. Ғазиз апай кітапхана үшін қандай қылды? Қазір Алматыдағы орталық жасөспірімдер кітапханасы бар ғой. Үй сияқты, кәдімгі үй ішінің бәрі. Сол сияқты әйел басқарған жерлер әрқашан. Айнұр Кәрбозова деген апайымыз бар. Ол кісі қазір енді Болат Өтемұратовтың қорына кетті. Үйінен жаңағы кілем алып келген. Ескі заманның, соны Қызылордадан алдыртады ана кілемді. Өйткені мына жаққа шетелден көп адамдар келеді, басқа да кісілер келеді. Сол кезде олар қазақы бір бөлшекті көру керек, қазақы болмысты көру керек дейді. Сол сияқты әйел жүрген жердің барлығында осындай әдемілік болады, тәртіп болады, жинақылық болады. Сондықтан әйелдер көп басшы болу керек деп ойлаймын. Бір жерге бір әйел басшы болып келді десе мен қуанатын, өйткені менде бір кейіпкер болады деп қуанамын. Сондықтан менің тілеуім әрқашан жақсы. Іскер, қандай мықты қыздар түсірдім. Әлия Оспанова бірнеше тілде сөйлейді. Жаңа Айнұр Әбдірәсілқызының өзі 8 тілде сөйлейді. Кез келген тілде сөйлей береді, таң қаласың. Жанар Темірбекованың өзі қаншама тілде сөйлейді. Енді мен айта берсем, мен кейіпкерлерім таусылмайды. Мен әрқайсы туралы сағаттап айтам. Сондықтан бұны бір кітапқа жазбаса, бұлай сыймайды екен. Бүгін тағы көзім жетті осыған. Әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай бола берсін көп мейлі деп еді Ақиқ ақын Мұқағали. Журналистика әйел тақырыбын көтерген сайын қоғамдық пікір қалыптастырады һәм сананы өзгертеді. Біз ерлермен күреспейміз, тек әйел мәртебесі елеусіз қалмас екен. Желбірет көк туды, бойызыңды кім қандай жүз, кімде қандай ру, бұл біздің менталитет қой, бұл қусаң интеллигент нақу, тру бол, тру сөйле, тру. Желбірет көк туды, бойызыңды кім қандай жүз, кімде қандай ру, бұл біздің менталитет қой, бұл қусаң интеллигент нақу, тру бол, тру сөйле, тру. Терминалы, вокзалы, дома по КЗ как по залу, номинал не нужен толком,
Чтоб пробиться из толпы, где все мы громкие. Из модного только мозги, из